Пандемия басталғалы бюджеттен яки сізбен біздің төлеген салықтан бөлінген қыруар қаржы мақсатсыз жұмсалған. Республикалық арнайы мониторинг тобының есеп қисабы бойынша денсаулық сақтау министрлігіне бөлінген жүздеген миллион теңге үштігейлі жоқ. Бұған сәлден соң ораламыз, алдымен жұрт қайда жұмсалды деп жатқан бюджеттің миллиардтарын түгендеп алайықшы. Жалпы есеп қисапқа, қазынан қаржысына келгенде атқан нерлер жиі шатасып жатады. Мәселен, 2 күн бұрын денсаулық сақтау министрі Алексей Цой вируспен күресуге 114 миллиард теңге бөлінді деді. Бірақ қаржы вице-министрі Берік Шолпанқұлов Цойдың жаңылысқанын, індетті ауыздықтауға үкімет 114 миллиард емес, 191 миллиард 900 миллион теңге бөлгенін айтты. Нақтырақ айтсақ, ел бюджеттен 125 миллиард теңге, үкімет резервінен 66 миллиард 900 миллион теңге бөлінген. Сонымен қыруар қаржы қайда кетті? Министр Цойдың есеп қисабы мынадай: дәрі-дәрмек пен медициналық препараттарға 2 миллиард 30 миллион теңге, жеке қорғаныс құралдарына 21 миллиард 184 миллион теңге, зертханалық жабдықтар және коронавирустық инфекцияны анықтау үшін тест жүйелерге 2,5 миллиард теңге, коронавирустық инфекцияны анықтауға арналған реагенттерге 100 миллион теңге, өкпені жасанды желдету аппараттар мен жедел жәрдем көліктерін жабдықтауға 310 миллион теңге жұмсалған. Ал республикалық бюджеттен медициналық қызмет көрсетуге 19,5 миллиард теңге, карантин шараларын өткізуге тартылған қызметкерлерге 40 миллиард 400 миллион теңге, 3 медициналық кешен салу үшін 14 миллиард 800 миллион теңге жұмсалған. Бірақ ауруханаларда дәрі-дәрмек пен медициналық препараттар әлі жеткіліксіз. Зертханалық жабдықтар жоқ, тізе берсек кете береді. Құжат бойынша бәрі тамаша, бірақ дәріханалардың алдында әлі кезек, препарат тапшы, ПТР тесттен өту мүмкін емес. Бағасы өте қымбат. Мына қызықты қараңыз. Жемқорлыққа қарсы агенттіктің республикалық арнайы мониторинг тобының жетекшісі Айгүл Соловьеваның мәліметі бойынша денсаулық сақтау министрлігі 600 миллион теңгені пиар компанияға және роликтер түсіруге жұмсаған көрінеді. 600 миллионов было выделено на ролики, на какую-то пиар-компанию, которая, в принципе, показывала флешмобы, а на самом деле на эти ресурсы можно было закупить то, что необходимо, чтобы не доводить до вот той ситуации, которая сложилась у нас в стране. Халық жаппай ауырып жатқанда, індеттің өршіген шағында бұл пиар не үшін керек болды? Ол азда 200 миллион теңгенің қайда кеткенін арнайы топ таппай отыр. Ал бүгін жемқорлыққа қарсы агенттік СК фармация мен әлеуметтік медициналық сақтандыру қорын тексеретінін мәлімдеді. Яғни агенттіктің тергеушілері жаппай сынның астында қалған қос мекеменің бюджеттің миллиардтарын қалай игергенін, қыруар қаржыны қалай жұмсағанын білу үшін барлық құжаттарды сүзіп шықпақ. Оның қорытындысы бойынша бірқатар қылмыстық істердің қозғалуы да әбден мүмкін.